Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Осындай жақта жүргенсің ғой. Мощный демалыс болды. Көңіл күйді көтеріп, күшті отырыс болды. Рахмет. Күндерің қайырлы болсын. Не істеп жатсыңдар? Менде дым қызық жоқ. Сол бір күн. Nasılsınız? İyi misiniz? Қандай ағырды? Жақсы бәрі, шүкір өзіңізде. Шүкір аман сен. Бүгін ашық пікірлер дайындап келдің бе? Көреміз. Қатты шындықтарымен. Иә, негізі ашы дегенде енді шындық ешкімге ұнамайды ғой, достар. Негізі мен барынша ситуацияны өзім тарапынан саралап, шындықты айтқан жақсы көремін, бәрін по факту. Мен бір нәрсені айтар алдында адамды түгел зерттеп, болған оқиғалардың бәрін естіп, бірінші ауыздан деген. Ассалаумағалейкум қазақ елі, барыңыздарды бүгінгі рәміздер күніменен қырғыз елінің атынан чын жүректен құттықтаймын. Қырғыз қазақ бір туған, ардайым ынтымағымыз ыдырабай, ынтымақта биримдикте достығымыз бекем болып жүре берелі. Қырғызстан, Қазақстан болайық. Тек қана сондай ситуациядан кейін мен вывод жасаймын. Бет жоқ, бүйтіп таратпаймын. Кәдімгі реферат жазып келемін ғой, мен реферат жазып келемін. Кәдімгі полный анализ шығарамдағы нақты сөзімді айтамын. А потом маған бәрі атылады. Ой, сен көре алмайсың, сен бүйте алмайсың. Причем здесь это? Түсінікті бүгін рәміздер күні деп жатыр. Қолса көк туымыздың. До свидания. Нажмеден бір нәрсе. Ұмыт қалдым. Шакен Нажмеденов. Ұмыт қалдым мен, надо повторить. Махали махатай. Шамш қалды. Всем доброе утро. Қалайсыздар? Я иду в студию, киімім мыж-мыж, потому что ұйықтап қалдым, оған мән бермейміз, но аз минуттарға кешегендей емес. И вот, и менде сіздерге сұрақ. Мен хочу начать... Блин, қара зерен шудым кетті. Ладно, короче, ұйқымды кішкене қолыма алмасам, что-то болмай кетті, потому что өзіме қиын болып жүр, таңертең тұрып, потом түнде кеш, там 3-4-5-терде. И вот,